Оңтүстік фильм ұсынады. Замын аялы пейліңе Бір көтеріне қомдуға Алып жатыр қайы жазы Ат жақтырып Ақ көңілді ақ арманым Не болып жүр саған жаным Қаншама рет ойлансам да Құпияңды таба алмадым Қаншама рет ойлансам да Құпияңды таба алмадым Неге жаным үндемейсің Сенсіз күнім күндемейсің Неге қызғалдақай ажарланып гүлдемейсің Неге қызғалдақай ажарланып гүлдемейсің Бұл әуеннің шыққанына 22 жыл толса да, бәз баяғы биязы қалпын жоғалтпауының сыры неде? Құнды сөзбен өрленіп, әуездәнмен әрленген ғажап туындының авторы кім? Өз өмірін әуенге ғана емес, шәкірт тәрбиелеуге арнап, журналистика саласының дамуына айрықша үлесін қоса білген жанның өмірінен сыр шертеміз. Сенсіз атпас қобатаңым, сенсіз қалай көр ажамын, жүрегімнің қалауы сен, жалғыз сені ұнатамын, жүрегімнің қалауы. Бала бекшігін. Мектепте оқып жүргенде саусақтары майысы, суретті тамаша салады. Негізінен ол мектепте суретшілік өнермен кең танылды. Сонысына қарап, жұрт оны суретші болатын шығар деп ойлайтын. Іс жүзінде олай болмады. Суретшіміз сазгерге айналды. Іс қимылы ширақ. Осы бір қара бала өзімен өзі жалғыз қалғанда, әдемі бір әуеннің ырғағымен ыңылдайтында жүретін. Бастапқыда оған соншалықты мән беріп жатқанда ешкім болмайтын. Ойынның қызығына тоя қоймаған, балдырғанның балғын шақтаған мұндай лирикалық сәттері аз кездеспейді ғой. Мына баланың бойындағы әлгінде ерекшелікке де әке шешесі әншейінгі үйреншікті нәрсе ретінде қарағанда қойған. Білгендердің айтуынша, Бекеңнің атасы Сердәлі, сөзге шешен, елге сыйлы, беделді адам болған екен. Оның үстіне ата-бабалары мекен еткен Бек жігіттің кие тұтар ата қонысы, Ақсары даласында өзіне өзгеше бір қуат беріп тұрар еді. Осынау дархан көңілді шотасымен әр қамыс, жаңғылына дейін ән салатын ата мекені қойсын ба, төл перзенттеріне бұлай елдің бәрінде бірдей кездесе бермейтін дарын тартқан солар ғой. Жалпы балалық қиял, балалық арман адамды әр жаққа жетелейді. Мен өзім кішкентай кезінде ауылдың балдарын жинап алып, әр қайсына рөл бөліп беріп, театрлық қойылым болған жақсы көретін едім. Сосын ол балдармен бірге ауыл ойындарын ойнап, жиі жайлауға шығып, кең далаға шығып, сол кездің бала ойындары 12 таяқ, атамаш, асық, ләңгі, осындай керемет ойындар ойнайтынбыз. Сол кезде мүмкін сол даланың әдемі көріністері маған әсер ететін болу керек. Мен мектепте жаңағы оқып жүрген кезінде сурет сабағы болады ғой. Сонда мен сол өзім көрген далада көрген көріністерді суретке салады екен. Мен балам ғой, білмеймін. Мәселен, оқытушы мұғалім тапсырма береді. Бүгін жылқы салыңдар десе, басқа оқушылар жылқыны ғана салып берсе, мен жылқының ар жағына даланың көріністерін, одан қасына кеп жусап тұрған қойды, не болмаса ар жағында көрініп тұрған тауды, бұлттарды салады екен. Содан ол ойлаған мұғалім, сенің керемет суретші шығады деп, сол өзі баға берген еді. Сонымен мен суретші болам деп жүрдім, мектеп бітірдім, суретші болатын шығармын деп. Бірақ кейін керемет қазақ суретшілерінің шедевр суреттерін көргеннен кейін, ой, мынау керемет, мен жете алмайды екен ғой. Одан да мен
филолог болайын деп шештім. Сөйтіп, ол кезде филология факультетіне түсу Казгуге өте қиын еді. Конкурс деген үлкен. Содан қарап тұрсам, ауылда жұмысшы болып істеймін, клубта жұмыс істедім бірінші. Клубта ансамбль ұйымдастырдым, ауыл клубында. Халық деген аншлаг, қазіргі заманмен аншлаг дейді ғой. Сондай аншлаг болатын ауылдың адамдары. Келіп отырып, орындық болмаса жерге жайғасып. Сондай бір жанды музыкамен сол дәуірдің әндерін айтатынбыз. Міне сол кезде маған бір сценарий жаздым, басқа еттім, сонымен филологтыққа маған кішкентай екенмін болғанын білдім да. Алматыға оқуға бардым, бірақ конкурс үлкеннен болғаннан кейін мен журналистика факультетінде дайындық бөлімі ашылған екен. Сол дайындық бөліміне түсіп кеттім. Өйткені тіке түсу қиын болды маған. Жұмысшыларды қабылдап жатырмыз деген хабарландыруды естіп, сөйтіп дайындық бөліміне оқуға түсіп кеттім. Содан бар 5 жыл оқысам, мен 6 жыл оқығаным сол. Енді шын мәнінде сол студенттік орта, жақсы ортаға тап болдым. Үлкен өнерлі жастардың ортасына тап болдым. Менің курстастарым Барт композитор Табылды Досымов, одан кейін Армансыз Қабылұлы, Серік Аббасшах, Серік Жанболат, Әміржан Қосанов сияқты қазір елге танымал тұлғалар. Солардың ортасына түстім. Бауыржан Үсенов деген композитор керемет. Солардың әндері әсер еткен болу керек, бірақ мен ән жазамын деп ойлаған жоқпын. Сол күндердің бір күнінде Құлтөлеу деген курстасымыз үйленіп, сол Қарағанды облысына Ақшатауға баратын болдық. Сол тойға кетіп бартқанда менің композиторлығым пайда болды ғой. Сол пойыздың ішінде пайда болды деп ойлаймын. Өйткені мынау қажеттіліктен туды. Сонда мен ішінде бар екен ғой деп кейін ойлап жүрмін ғой. Мен ішінде ән тудыру, әнге деген құмарлық болған екен ол бала кезімде, мен білмегем. Сол пойызда кетіп бартқанда не сыйлық апарамыз деген курстас қыздардың сұрағына түнде отырып, ақшамыз да жоқ, гүл алатын ең үлкен сыйлық не кітап, не музыка шығар деп, бір Лениншіл газетінің бетіндегі екі өлеңге ән жазып, сол әнімізді тартып өткенбіз. Міне менің алғаш тұңғыш әнім осы Жас Шуайла болды. Қырғызстанда қазір, бүгінгі таңда Қырғызстанның халық артисі, мемлекеттік сыйлықтың иегері, жаңбыр төкті деген әнді елге таратқан. Осы керемет Қырғыздан, біздің Қазақстанда хит болып жатқан әндерін Айылдың арғы жағынан деген әнді таратқан Саламат Садыкова деген керемет әнші бар. Осы әнші мен Жас Шуайлар әнімді қырғыз тіліне аударып сөзін тойда айтып көрген ғой енді жаңа ән айтқысы келген ғой енді. Сөйтіп өзінен бір естіп жүреді екен. Бірақ қазақстандық композитор деп ойламаған ғой енді. Кейін тыңдап, сөзіне қарап, бұл Қазақстанда жазылған ән ғой деп ойлаған енді. Кейін интернет арқылы тауып алды, авторын тауып алып, бірақ менің кездескенде соны қырғызшаға аударып, мені жазған ақыны Өтеген Оралбаев қой. Өтеген Оралбаев және өзі Қырғызстанда аударма жазған адамды да жазған. Сөйтіп шырқаған. Шырқағаннан кейін бірден сол Қырғызстанда хитке айналып кеткен. Қазір бір жарты жылдан асып кетті. Ол кісі менімен хабарласып тұрады. Сенің әніңнің арқасында абыройды болып жүрмін. Тойдан қалмайтын болдым деп звондайды кейде. 70-ке келіп қалған кісі ғой, бірақ дауысы керемет. Анан менің бір өзімдің бір башқачарақ адатым бар. Қолға түйгенде ырдап салбаймын.
ушу көпкө чейин толгонуп жүрө берем. Кейбир өзүбүздүн мына репертуарымдагы ырларды 10 жылдап көтөрүп жүргөн жылдарым болду. Көкүрөктө түнөп тура берет, баягыны кыялыңда бышырып жүрө бересиң да. Анан ушул мына Сердалы Бекжигит деген азаматтын дагы менден бир аз гана айырмасы бар экен, жаш курагыбыз. Анан бул мырзанын ырын 3 жыл мен ошо поштодо сактап турдум. Анан кече жакында мындай карасам, гүрүлдөгөн күздө элибизде жакшылыктар болуп атат. Мыкты азаматтарыбыздын бир башына тең келген жакшынакай ак кууларын кондуруп аткан ак тойлордо ырдала турган чыгарма экен. Мындай убакыт боло калгандан анан отуруп карасам, өтө бир кайрыктары ширин, назик, жан дүйнөңдү ушундай бир арбап алган, жаш жубайларга арнап чыгарылган ыр экен. Анан мен ойлодум, ай ушул азамат өзү суранды эле. Бул ырды буякта сактай бербей сармайдай элге чыгарайын. Сөзү да мыкты экен деп туруп, анан кийин баягы назар салып, аранжировкасын жакшынакай кылып туруп, авторго кайра байланышып дегендей. Ай айналайын, баягы аныңды бергениң распы? Сол өлеңди айтайын деп жатырмын дедим. Силерге ардайым орун бар, агыр көтөрүнө кондуңар, ак тилек батабыз буйрулсун, бактылуу талайлуу болгула. Несін жасырамыз? 86-ның желтоқсаны ән тербеген көңілдерге ауыр сызат түсіріп кетті. Алаңға неге барасыңдар? Араларыңда оңтүстіктің балалары неге көп? Партия жиналысында ұлтшыл декандарың Темірбек Қожакеевті қолдап сүйелеп жүрген қайсың? Қойшы әйтеуір, қарша бұрыған осы сияқты селді сауалдардың саны студент сазгер Бекжігіт Сердәліден бастап бәріне арналған. Бірде-біреуің Алматыда қызметке қаламыз деп дәмеленуші болмаңдар. Сендерде ұлтшылдықтың умен уланғандарда Астанада қалдыру қауіпті. Алыстағы аудандық газеттердің сапасын көтересіңдер деген суық нұсқауға ұласты. Желтоқсан менің шын мәнінде қаншама достарымыз боздақ боп кетті, қанша қыздар тағдыры басқа салаға кетіп қалды. Соған қарамастан біздің тәуелсіздігімізді, елдігімізді алып келген үлкен бір құбылыс болды деп ойлаймын. Сондықтан әр адамның жүрегіне ол қозғау салмай тұрмайды. Бірақ желтоқсан менің ұлтқа деген сүйіспеншілігімді, елге деген құрметімді, отаншылығымды оятқан болу керек. Қазақта ұстазы мықтының ұстанымы мықты деген тамаша тәмсіл бар. Бекжігіт Сердәлінің, Бекеңнің мықтылығын мен ұстазының мықтылығымен тікелей байланыстырғым келеді. Өйткені атақты Темірбек Қожакеевтің шәкірті болды. Шәкірті ғана болған жоқ, өзі іздеп барып, сол Темкеңнің жетекшілімен кандидаттық диссертациясын қолдады мыңжылдықтардың тоғысында. Еңбек өтілін шағын редакциядан бастаған жас маманның профессорлық деңгейге дейін жетуінің сыры неде? Табандылығы ма, әлде журналистикаға деген махаббат па? Астары тереңді бойлайтын түйткілді мәселенің шешімі біреу ғана. Шәкірттеріне деген ақ көңілділігі, қазақ тіліне деген ерекше сүйіспеншілігі. Армысыз ағай? Еңбекқорлық. Өткені мен біреуден биік емеспін, ел қатарлы адамын, менмен қабат, мен құралпы, талантты әріптестерім көп. Бірақ профессорлыққа биікке жете алмай жүргендер бар әлі. Өткен еңбекқорлық жағына келген кезде сәл шабандап қалуы мүмкін, қанша таланты болғанмен. Сондықтан мен талантым бар болды, осымен мен биікке өрмелеймін деген ол қателік. Талантқа қоса үлкен еңбекқорлық, сабырлық және айналаңа деген бір жақсы симпатияң болу керек. Ең басты қасиет қарапайымдылық. Кеудесі соға берген кеудем соқтар алысқа ұзамайды. Аты танылар, атын ел білер, бірақ ешкім маңайына жуй бермейді. Сондықтан барлық адамдарға айтар едім, ең бірінші қасиет адамда ол қарапайым болу керек, қарапайымдылық керек. Бекеңмен сөйлесе қалсаң, сырласа қалсаң, әр шәкіртінің, әр қайсының жетістігіне балаша қуанып отыратынына риза боласың. Олардың аты жөндеріне дейін атап,
Қалеке, менің осындай бір шәкіртім бар, соны байқап көріңіздерші, соны бір тыңдап көрсеңіз, соны бір жазғанын оқып көріңізші деп, өзінің туған баласындай әр шәкіртіне жанашыр болып жүргеніне әрі қайран қаласың, әрі риза боласың. Осы бір жанға жайлы, көңілге ептеп мұң ұялататын, жүрегіңді тербеп сан қиялға жетелейтін, әсем әнді естіген сайын, осындай ән туғызып, әуен шығартқан жанда арман бар мекен деп ойланасың. Сол кезде мен 5 жыл қатынап Түркістаннан Кентауға жұмыс істеуге тура келді. Өткен Кентауда үйім, Түркістанда маған ешкім үй бермейді. Сонда жолда келе жатып, ол кезде автобус Пазик. Соның артындағы отырам жаңа, терезеге қарап ойланып. Сол кезде бір әуен келді. Сосын кейін барып үйге нота білмеймін жаңа магнитофонға. Сары романтик деген магнитофоны бар, соған жазып қоям жаңа әуенімді. Кейін ұмытып кетпейін, сөз іздеймін ғой ертең деп. Соны ұмытып кеткен бір 5-6 айдан кейін тағы отырсам автобуста. Бір әуен келеді, қаяқтан естім, кімнің әні есіме түсіре алмаймын. Үйге келіп магнитофонды тыңдасам, баяғы 6 ай бұрын өзіме келген әуен екінші рет қайталанып келіп тұр екен. О деп сөйттімде бірден Кентаулық ақын Рахым Балабиев деген, ол кезде 60-тан асқан шағы, үлкен қарт кісі. Жастарға жаздырайын десең сөзін жастар образды аша алмайды. Олар қазіргі ақындар әнге сөз жазып жүрген. Тіке айтады, мен сені сүйем деп айтады. Неге мені тастап кеттің деп жылайды, еңіреп. Жігіт қызға жылап жатыр қазір. Бұрын қыз жылайтын еді, қазір жігіт жылайтын болған. Кетіп барған қыздың соңынан, шаш желбіреп. Сондай бірдеңе жазып бере ма деп қорықтым да, Рахым аға деп телефон шалдым. Қалайсыз, жағдайың жақсы ма деп, жақсымын деді. Махаббатыңыз қалай дедім. Махаббат деген мәңгі ғой, өлмейді ғой. Махаббатым жақсы деді. Онда бір махаббат туралы бір өлең жазасыз ба деп, жазайын деді. Сөйтіп, ішінде кейде композиторлар, ән жазатындар, ақынға бағыт беру керек. Егер бағыт бермесең, әннің сөзі әдем болмайды. Сондықтан мен бағыт бердім. Ішінде неге деген сұрақ жүрсінші, жұмбақ болсыншы. Сіз өзіңіз бір осынша жасқа кеп, бір келіншектің сыртынан қарап тұрып, ойланатын шығарсыз кейде. Өзіңіз сұрақ қоятын шығарсыз. Сондай етіп жазыңызшы дедім. Жарайды деп, өзі бір жақсы лирика жазып жүрген ақын 20 минутта осының сөзін жазып берді. Ақ көңілдім, ақ арманым, не болып жүр саған жаным, қаншама рет ойлансам да, топияңды таба алмадым. Өзің ғана күнімді қалдырбашы қайғы мұңға, кел сүзілу келші ұрғым, махаббаттың айдыңында, кел сүзілу келші ұрғым, махаббаттың айдыңында. Sensiz o'tmas tonglar nurli, sensizlikka ko'nolmadim. Unut deding, unutmadim, kechir meni muhabbatim. Unut deding, unutmadim, kechir meni muhabbatim.
talis es duyer aziz, asumes vorsirumes sid, uses talis luis ovlatstum, inchu esiro pura marum, uses talis luis ovlatstum, inchu esiro pura marum. Aşamaret oylansam da kopiyangda tabalmadım. Бек жігіттің өзінен бұрын әнімен таныс болғам. Біздің бір әпкеміз үйіне қонақ шақырғанда есіктен кіріп барсаң, сол сіздерге әрдайым орын бар, Ағотау төріне қоныңдар деп Бек жігіттің әнін бастап қарсы алатын бізді. Содан осы ойлап жүрдім, осы қандай бақытты композитор. Әндері әр отбасында, әр шаңырақта, әр дастарханның басында орындалып жататын деп сөйтіп жүріп, кейін бір сұрастырсам, өзіміздің Бек жігіттің әні екен. Одан барып өзімен де таныс болдық, жақын араласа бастадық. Менің бір Түркістанда өткен авторлық кешімде Бек жігітке осы әнді өзіне айтқыздым. Композитор жаңағы әншілерге ғана айтқызбай, өзіңде бір айтшы сахнаға шығып деп. Өзі де әжептәуір жап-жақсы айтып шықты. Міне содан бері Бек жігітпен жақсы араласып тұрамыз. Бұл Қазақстандағы ең бір жақсы композиторлардың бірі деп есептеймін өз басым. Бек жігіттің әндері мынау өзінің қазақылығымен, сауаттылығыменен халықтың жүрегінен орын алған деп ойлаймын. Жақсы композитор, жақсы ұстаз, журналист. Қазір жігіттерге қарата айта беретін 8 қырлы, 1 сырлы деген теңеуді осы Бек жігітке арнап айтса болады. Енді көп жазбайды, анда-санда бір жазады, бірақ дөп түседі жаңағы. Мәтінге де, әуенге де үлкен көңіл аударады, жаңағы салмақты түрде қарайтын композиторлардың бірі. Сондықтан Бек жігіттің шығармашылығы әлі шарықтай береді. Шарықтай беруіне тілектеспін. Сондай бір халыққа жақын, ұлттық нақыштағы жақсы әндер әлі де туа береді деп ойлаймын. Бек жігітке барлық жақсылықты тілеймін, шығармашылық табыс биіктерден көріне берсін деген тілегім бар. Ризамын енді шын мәнінде ауыл адамдарына деген сағыныш, ауыл адамдарына деген ризалықтан, құрметтен туған ән. Жалпы бір құдалыққа, ауылға құдалыққа баратын болдым. Сонда құдалыққа барсам өңкей андай той әндері орындалады да. Сосын мен енді бір сый жасап барайын деп сол кезде жазған едім. Сөзін Базарбай Оспанов деген марқұм ақын жазды. Басында отырып жазылған әнім әр сөзіне мән бергізіп. Сөйтіп бұл әнді ол да дастархан басында айтылып, сонымен бірте-бірте тарап кетті ғой. Бірақ сөзін жазып алатын жұрттар менен. Сонда ойлайтын іштей, осы бір тәуірені болады ғой, әйтсен сөзін алмайтын еді ғой менен дейді. Әжетайым қандырып құмарымды, еркелеттің жанада ұланыңды, өздеріңе арнадым бұл әнімді шіркін. Қамқорым шаттығым бақ гүлім даналарым. Ай, ризамын аялы пейіліңе, ризамын тымыстық мейірімге, ризамын ұлағат сейіліңе. Қамқорым шаттығым бақ гүлім әжелерім, қамқорым шаттығым бақ гүлім аталарым. Ыстық маған әкешім алақаның, апатайым ержетті балапаның. Биік болдау ұлың мен ағотауың шіркін, нұрлы өмір сыйлаған
сыйладам даналарым. Ай, ризамын әкешім сүйенішім, ризамын анашым киелімісің, ризамын перзентің сүйедішін. Нұрлы өмір сыйлаған сыйладам әкелерім, нұрлы өмір сыйлаған сыйладам аналарым. Аңқылдаған ағатай жеңгелерім, әпке інім, бауырым сендер едің. Сағынышпен сарғайып мен келемін шіркін, тілеулес бауырлас ауылдас ағайындар. Түрлі адамдар болады. Біреулер аз ғана табысына масайрап, тандайсып, кеуде қаға бастайды. Кейбіреулер елеусіз жүріп, тынымсыз еңбек еткенді тәуір көреді. Бекжігіт міне сондай жан. Оны бұлайша ешкім байқай бермейді. Көптің бірі ғана секілді, ал әндерін бүкіл ел айтады. Мұндай жандар тасада қалып, еңбегін әлдебір пысақайлар пайдаланып та кететін кездер аз кездеспейді. Сондықтан да ел ішінде еленбей жүрген осындай дарынды жандарды дәл уақытында танып бағалай білгенге не жетсін. Бір істей алмай қалған шаруам жақсы бір әкеме, анама және өзім айналамдағы достарыма арнап осы әке, ана, дос туралы ән жазбаппын. Бәрін жақсы көремін, бірақ жазбаппын. Осы 60 деген тал түс деген сөз адамды шабыт береді. Мен тең ортаға енді келген екен ғой. Әлі алдымда 60 жыл бар екен ғой. Мен әлі жұмыс істей беруім керек екен ғой деген ой келеді. Сондықтан алда Алла қуат берсе, денсаулық берсе, талай дүниелер шығарамыз деп ойлаймын. Мынау ғылым шын мәнінде адамның творчествосына тұсау салады екен. Ғылым әлемі. Өйткені бұл жерде процесс басқа ғой. Сондықтан мүмкін зейнет жасын ашқан кезде ең бір жақсы елді кәдімгі құлағын құршын қандыратын әндерім туатын шығар деген үмітім бар. Яссауиден алған ұлы батаны, Түркістаным бар түріктің отаны. Дүлей тарих тауқыметін арқалап, сан ұрпаққа тарағандан қатағы. Қиылып заман өтті сенің басыңнан, жеңдің талай дұшпаныңды басынған. Сараң тарих таразысы кемелшіп, кездерің көп арпаласып ашынған. Түркістанда тотығып, түркілемі түрленер, жас ұрпағы ой түйіп, алар тілін. Тарихымен тілдескен, болашақпен үндескен, Түркістаным тұралым, айбар елім. Түркістанда тотығып, түркілемі түрленер, жас ұрпағы ой түйіп, алар тілін. Тарихымен тілдескен, болашақпен үндескен, Түркістаным тұралым, айбар елім. Санамызды сарғайтқанда сан сұрақ, бостандықтың атты таңы жарқырап. Күллі түрік әлеміне нұр шашқан, Түркістанда жанды өшкен шамшырақ. Жаңа ғасыр ұлы тұран ғасыры, қайта түлеп от боп ойнар жасыны. Ғылым білім туын теккен Түркістан, бар түріктің көшін басар асылы. Түркістанда тотығып, түркілемі түрленер, жас ұрпағы ой түйіп, алар тілін. Тарихымен тілдескен, болашақпен үндескен, Түркістаным тұралым, айбар елім. Түркістанда тотығып,
тарихымен